Жаңа Қазақстандағы саяси реформалар, халықтың әл-ауқаты мен жүйелі өзгерістер жайлы. Қазақ радиосының әуе толқынында Ой түйін ток-шоуы. Армысыздар ардақтағы ағайын, эфирде Ой түйін саяси әлеуметтік ток-шоуы. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы және әріптесім Жанболат Шәкім. Арма Қазақ радиосының жанкүйері, түрлі пікірді бір арнада тоғыстырған Ой түйін саяси әлеуметтік ток-шоуының бүгінгі саны қаржы пирамидалары, қазақстандықтар нені білуі тиіс деген тақырыпта шығып отыр. Тақырыпта талқылау үшін студиямызға келген спикерлермен, сондай-ақ бізге өзге қалалардан қосылған спикерлерімізбен телефон арқылы таныстырып өтейін. Қостанай облысы полиция департаменті тергеу басқармасы бастығының орынбасары полиция майоры Бауыржан Құсайынов, Қазақстан Республикасы қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Әлібек Әбділов және медиа тренер, осы қаржы саласын зерттеп жүрген Жәнібек Әл-Тарази. Студияға қош келдіңіз. Әліге, өзіңіз барсыз, телефоннан қосылып отқан спикерлер бар. Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдарман. Құрметті радио тыңдаушы, біздің эфиріміздің бейне нұсқасын Қазақ радиосының Facebook, YouTube парақшаларынан да тікелей тамашалай аласыздар. Енді студияға келіп отырғаннан кейін Әлібек мырза, алғашқы сауалды өзіңізден бастасақ, жалпы мынау қаржылық пирамидалар қазіргі қоғамдағы өзекті мәселеге айналып отырғаны өзіңіз де жақсы білесіз. Былтыр президент осы әкімшілік құқыққа өзгертулер енгізілген заңға қол қойған болатын, яғни жауапкершілікте күшейіп жатыр. Сондай-ақ 26 сәуірден бастап барлық осы қаржылық пирамидаларға қатысты істер осы сіздердің агенттікке жүктелген болатын. Енді осыған байланысты агенттік тарапынан қандай кешенді шаралар атқарылып жатыр, әңгімемізді достамасақ? Сұрағыңызға рахмет. Шынымен де қазіргі уақытта өзіңіз айтып өткеніңізде қаржы пирамидаларының белең алып жатқан заманына тап болып отырмыз. Оның бір үлкен мәселесі, яғни қаржы пирамидалары тек қана физикалық тұрғыдан ғана емес, мысалға бұрындар егер адамға келіп түсіндіретін болса, қазіргі уақытта ол интернет кеңістігін алып отырған бірден-бір үлкен халық үшін үлкен проблема. Оны айтып отырған себебім, қазіргі уақытта агенттік тарапынан ең бастысы айтып өтерім, бүгінгі таңда агенттік тарапынан біз қаржылық қауіпсіздік және қаржылық сауаттылық атты курсты арнайы өткізудеміз. Бұл дегеніміз мектептің жоғары сынып оқушылары мен колледж студенттері, университет студенттері, яғни бірінші, екінші курс студенттері үшін арнайы біздің экономикалық тергеп тексеру қызметінің мамандары келіп дәріс өткізеді. Бұл шара жүйелі түрде өткізіліп жатқан шара болып табылады. Яғни бір реттік қана емес, жалпы ел бойынша өткізіліп жатқан шара. Егер де статистикаға келетін болсақ, бізде оқу жылының басынан бері біздің агенттіктің аумақтық департаменттері бар. Сол департаменттердің қызметкерлері жалпы егерде мектептер бойынша бізде 390 мектеп, колледждер 64 колледж және 52 жоғарғы оқу орны қамтылды. Бұл дегеніміз 11 мың студент, 12 мың колледж студенті және 26 мыңға жуық оқушы. Бұл тек қана 9-шы, 10-шы, 11-шы сынып оқушылары, 1-ші, 2-ші курс студенттері. Оны жасап отырған себебіміз неде, яғни мақсатымыз не? Бұл студенттер, бұл оқушылар ертең үйлеріне барып, үйде отырған ата-әжесі, ата-анасы бар, мүмкін бір техника жағынан білмеушілік болу мүмкін, соларға келіп түсіндіреді. Мынадай белгі, яғни қаржы пирамидасының мынадай белгілері бар, мынадай түрлері бар. Егер біреу хабарласып сізге мынадай ұсынса, бұл қаржы пирамидасы, абайлаңыздар деген сияқты. Бұл біріншіден. Екіншіден, қазіргі уақытта біз ең бастысы қазақстандықтарға ақшаны инвестицияламаңыз деп айтпаймыз, инвестициялаңыз, бірақ оны міндетті түрде тексеру керек. Яғни қандай компанияға ақша салайын деп отырсыз. Бұрын компанияны тексеру үшін қаржылық нарықты реттеу және дамыту агенттігінің реестріне кіріп тексеруге болатын еді. Сонымен қатар біздің агенттік өз сайтында, яғни біздің сайтымызда қаржы пирамидаларының белгілері бар, немесе сот алды тергеу жүріп жатқан компаниялар, немесе сот үкімі шыққан компаниялардың тізімін толыққанды жариялаған болатын таяуда ғана. Қазіргі уақытта сот алды тергеу жүріп жатқан 20 компания, тергеу аяқталып сотқа жіберілген 7 компания және сот үкімі шыққан 25 компания бұл тізімде тұр. Егер де қазақстандықтар осы ақшаны мынадай компанияға салайын деп едім, тексеріп көрейінші деп терсе, көруге болады. Телеграмнан қоя, байқап? Жоқ, Телеграм бұл бөлек. Қазір мен қаржылық мониторинг агенттігінің сайтын айтып отырмын. Ресми сайты бар, оның ішінде қаржы пирамидаларының тізімі. Енді өзіңіз айтып отырған Телеграм бот.
Телеграм-бот, байқа пирамида деп аталатын Телеграм-бот, оған мына қазақстандықтар келіп компанияның әлеуметтік желідегі парақшасының сілтемесін, немесе сайттың сілтемесін, немесе компанияның бинін білетін болса, соны жіберсе болғаны, басқа ешқандай ақпаратын жіберудің қажеті жоқ. Біздің мамандар келіп, оны 24 сағаттың ішінде көріп, егер де қаржы пирамидасының белгілері бар болатын болса, сөйтіп жауап береді, немесе реестрінде бар ма, РФР-дің реестрінде бар ма, жоқ па, соны тексеріп, міндетті түрде жауап беретін болады. Ал егер де бұл компания бойынша соттың үкімі шығып, нақты шешім қабылданған болатын болса, бұл жауап автоматты түрде бірнеше секундтың ішінде келеді. Сонымен қатар, көбінесе мен бағанаға өз сөзімді сол әлеуметтік желілер және интернеттегі алаяқтар көбінесе өздерінің қызметін жүзеге асыруда деп айттым. Оның алдын алу үшін біздің агенттік жалпы қаржы пирамидаларының белгілері бар аккаунттарға жазылушыларға арнайы хабарлама жіберіп, сіздің жазылымда бар компанияның қаржы пирамидасының белгілері бар екенін ескертеміз деген ақпарат жіберіп, яғни ескерту жіберілу нәтижесінде бізде 52 мың желі пайдаланушысы қаржылық пирамида белгілері бар контенттен бас тартты. Енді осындай қаржы пирамидаларының алдын алу бойынша осындай кешенді шаралар жүріп жатыр, және алдағы уақытта жүретін де болады. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арқылы хабарлама беріп отырмыз. Мінекей осындай бағдарламаға қатысу үшін сіздер де өз үлестеріңізді осы қаржы пирамидаларына тосқауыл қою үшін үлес қосып отырсыздар. Сол үшін сіздерге көп рахмет айтамын. Әлібек мырза, рахмет. Әсіресе жауабыңызда ұнағаны, сіздер оқытып жатқан студенттер болсын, оқушылар болсын, бұл осы қаржы пирамидасымен күресетін біздің әскер деп айтайықшы, әскердің қатарын арттырып жатырсыздар, жасартып жатырсыздар да, сонымен қуантып отыр. Енді бізге қазір Қостанай облысы полиция департаменті тергеу басқармасының бастығының орынбасары полиция майоры Бауыржан мырза телефонда. Бауыржан мырза, сұрайықшы, жалпы пирамида тарихта әлемнің 7 кереметінің біріне кірген, адамзаттың бір өнер туындысы. Ал енді қаржы пирамидасы қылмыс әлемінің нешінші кереметі қазір? Статистика бар ма? Қостанай өңірінде қаржы пирамидасына алданып қалған адамдардың статистикасы қандай? Және олардың жас шамасы қандай? Жастар ма, үлкендер ме, балалар ма? Осы жағын айтып берсеңіз. Жас шама біз Қостанай өңірінде бойынша полиция департаменті бойынша былтыр 1,5 жылдың ішінде 5 қылмыстық іс тергелді бізде. Адамдар саны, тұлғалар саны көп. Например, Финика деген қаржы пирамидасы бар осы бізде. Финикас, Финикас. Біздің өнерде ұйымдастырған, мысалы сол қаржы пирамидасына 130 адам кірген. Тұлға ақша салымын салған. Лучший выбор деген бізде болды. Ол қаржы пирамидасына 79 адам қаржы салды. Жалпы енді өңір бойынша осыған салынған былтырғы жылы қанша қаражат кетті халықтан жалпы салған? Қанша инвестиция салып берген? 1 миллиардтың үстінде болады. Нақты 1 миллиард 280 миллион халықтың ақшасы салынған. Енді эфирде отырғаннан кейін біз мынау одағай сөздер бар, қап әттеген ай деген сөздеріміздің өзін жеткізе алмай отырмыз. Себебі 1 миллиард ақша деген есіл еңбек қаншама отбасының нәпақасы. Соны енді ойланбай салып жіберу, бір жағынан білмеймін, азаматтарымыздың қаншалықты сауатсыздығы қаржылық жағынан. Бұл жағынан бізге сауаттылықты арттыру да керек шығар. Енді тағы бір сауал аға өзіңізге. Мынау осы қаржы пирамидаларымен сіздер қылмыстық іс қозғайсыздар, тергейсіздер. Жалпы азаматтардың жас шамасы қандай? Мысалы 200-де азаматты айтып отырсыз ғой, 2 компанияға алданған. Азаматтардың шамасы 30 жастан 60 жасқа дейін. Яғни ақыл тоқтатқан, ақыл тоқтатқан 18-дегі жас бозбала емес, ақыл тоқтатқан, оңды солын білетін, ажырата алатын азаматтардың өзі адасып отыр. Соған қарағанда қаржы пирамидасында жұмыс істейтін азаматтар дейік, тырнақшаның ішінде өте сауатты болып тұр, халықты алдап түсіруге. Оның ішінде банк саласының қызметкерлері де бар. Ол анықталды ма? Сонда Бауыржан мырза, жаңа 5 іс тергелді, іс қозғалды деп айтып отырсыз ғой былтырғы жылы. Содан енді қандай нәтиже бар? Кеткен қаражат қайтарылды ма? Қанша пайыз қайтарылды? Қандай қылмыстық жауапқа тартылды құрған адамдар осына? 2 қылмыстық іс біз сотқа жолдадық. Лучший выбор қаржы пирамидасы, Финика деген қаржы пирамидасын
бір тұлғасын сотқа жолдадық. Вот кеткен ақшаны табу өте қиын бізде. Қазіргі заманда интернет дейді ғой, бүкіл ақша биткоинға салынады. Оны ары қарай іздеу қиынға түседі бізге. Ақшаны шығарудың бір жолдары ғой. Енді осы Финика болсын, жаңа лучший выбор болсын, бұл осы Қостанайда құрылған пирамидалар ма, әлде шетелдік трансұлттық компаниялар ма? Вот Финика трансұлттық. Негізі қай жақта бұның өзегі? Өзегі Россияда. Ресейде. Қазақстанда. Бізде жай саласы болды. Ал лучший выбор біздің Қостанай өңірінде құрылған. Бізге енді Алматы өңірінен медиа тренер Жәнібек Әлтарази деген бауырымыз қосылып отыр. Жәнібек мырза, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Енді осы жалпы қаржылық пирамиданы өзіңізді көп зерттеп жүрсіз ғой. Жалпы қаржы пирамидалары байлыққа жету жолы ма, әлде құрдымға кету ма? Бұл құрдымға кету, бірақ бірінші кезекте ол бір нәрсені түсіну керекпіз. Жаңағы айтып отыр, ол 30 жас пен 60 жас аралығында деп. Енді бірінші кезекте жаңағы обучение тек жастар мен оқушылар арасында жүргізіп жатырмыз дейсіздер, бірақ ол жақсы дүние, болашақ адамдарға білгенге. Бірақ екінші кезекте жасы 30-дан асқан, 25-тен асқан адамдарға арнайы курстар немесе бір ютубта бір бағдарламалар болатын болса, ол да бір алдын алуға мүмкіндік беретін еді. Екінші кезекте адамдардың ойлау қабілеті, негізі психологиялық тұрғыдан алатын болсақ, адамдар не үшін ол жерге қаражатын салады? Өйткені олар тез ақша табуды қалайды. Человеческая жадность дейді ғой, орысша айтқан кезде. Бірақ адамдарға бір нәрсені түсіну керек. Ол жақта, мысалы, процентный ставканы қарау. Мысалы, мен деген банктердің өзі 15%-ке ғана береді да, годовой ставканы. Ал ол жерде олар айтады, сен 30% аласың, 40%, 50%. Егер де годовой ставка 20%-дан немесе 15%-дан жоғары болып тұрса, ол қаржылық пирамида екенін бірінші белгісі да. Күдігі, бірден осы жерден күдіктену керек. Осы жерден күдіктену керек. Өйткені қандай нарық болмасын, биржа болмасын, ол жақта ондай гарантияны ешкім бермейді. Және тез уақытта, тез уақытта ондай қаражат шығара аласың деп. Мысалы, сен үй сатып алатын болсаң да, үйдің салған ақшаның қайтарылымы біраз жылдан кейін, ары кетсе, жылмалын сен алатын депозитін 10%, 12% да. Ал бұл жерде түсіну керек, жаңағы 15%-дан асып жатса, ол бірінші күдігі, оған барудың қажеті жоқ. Екінші кезекте адамдарға өзінің ішкі іштарлық дейма, немесе жадность дейма, сонымен күресу керек та адам. Өйткені оңай ақша келетін жол жоқ, альтернатива жоқ. Үшінші кезекте мен ойым, жалпы Қазақстанда инвестиция салатын альтернатива жоқ. Мысалы, басқа мемлекеттерде алатын болсақ, ол жақта мысалы трейдинг, құнды қағаздар дейді, осы бағыттарда адамдарда қаражат табудың жолдарын көрсетеді. Біздің Қазақстанға енді келіп жатыр да ол. Сол үшін адамдарда альтернатива жоқ. Ары кетсе ақшасы болса олар банкте ұстайды, бірақ банкте беретін депозиттің суммасы өте аз. Сонымен қатар девальвация бар, инфляция бар, жұтылып кетеді. Сонымен қатар тек қана мысалы недвижимое имущество дейді, жер сатып алады, үй сатып алады. Осыдан басқа мысалы альтернатива түрлері өте аз. Сондықтан да адамдар пирамидаға ақшаларын салатын себебі осы. Енді Жәнібек мырза, жаңа Бауыржан мырза айтып өтті ғой сөз барысында, тіпті банк қызметкерлерінің өзі осыған ұрынған деп. Енді қараңыз да, бізде қаржылық пирамидалар осы 93-тен бастап негізгі тарихы Қазақстанға кіру. Жалпы қазіргі таңда байқасаңыз, біз өзімізде бірнеше рет бетпе-бет келдік осы практикамызда. Бұлар адамның психологиясына қатты әсер етеді, шыны керек. Сіз қандай деңгейдегі азамат болмайсыз, олар сөйлескен кезде қалай адам психологиясына кіріп кеткен байқамай да қаласыз. Бұлар қалай дайындала ма өзі? Бұл жақта олар нейромаркетингті қолданады. Былай алатын болсақ, адамның мақсатын алып барады. Сен егер де қазір ақша салсаң, сен бақытты өмір сүресің, әлемді саяхаттайсың, ойындағы үйін сатып аласың. Сол сияқты адамның триггерларына қолданады. Триггерлары ол бірінші кезекте адамның арманын апарады, сен осыған жетесің, маған жетесің. Екінші қолданатын триггері ол қорқыныш сезім арқылы. Егер сен қазір ақшаны салмасаң, сен бұл мүмкіндіктен айырылып қаласың, бұл мүмкіндік саған өмірінде бағыт берілуі мүмкін, немесе өмір бақи сен кедей болып өмір сүресің, немесе өмір бақи көптің бірі болып қаласың деген сияқты осындай триггерларды әлеуметтік желілер арқылы көрсетеді, видеороликтер арқылы. Мысалы, алдыңғы жылда мысалы Гарант 24 болып, сол кезде олар қалай жасады, мысалы пікір көшбасшылары, жұлдыздар, немесе танымал байндырлар, блогерларды алды, соларды мысалы түрі қылып көрсетті да. Өйткені адамдарға сенеді, медийный адамдарға сенеді. Лицо компания деп айтып жүр ғой, лицо компания деп сол кісілерді көрсетеді. Сонымен қатар жаңа жарнамалық роликтарын қарайтын болсаңыздар, ол жақта компанияны көрсетеді. Жаңа брендирование, логотиптары, ішінде істейтін жұмыс істейтін адамдар барлығы әдемі күлімсіреп тұрады.
жаңағы помещениялардың барлығы мұнтаздай тап-таза, иә. қойылған, мұнтаздай тап-таза, жарық дұрыс қойылған. Осының арқасында нейромаркетинг қолданылады. Сонымен қатар целевой аудиторияларға бөледі, ол мақсатты аудиторияға. Мысалы, жаңағы тұтынушылар, жаңағы 30-60 жас аралығы деп отырсыздар, сол аралықтағы адамдарды, актерларды көрсетеді, мысалы 30 жастағы, мысалы жас семья баласымен сол жақта келіп консультация алып жатады, үлкен жастағы 60 жастағы, мысалы кемпір шал сол жаққа барып жаңа консультациясын алып ақшасын салып жатады дегендей. И жаңағы олардың мақсаты тұтынушы аудитория өзін сол роликтарда, сол олардың жасап жатқан жарнамалық месседжінде өзін көру. Соның арқасында психологиялық тұрғыда адамдарда сенім пайда болады. Енді айтыңызшы, Жәнібек мырза, мысалға желілік маркетинг деген бар, иә? Ол енді заңды түрде жұмысын істейді, жаңа айтқан уәделерін береді. Жұмыс істесең саған пайда келеді. Енді осы екеуінің арасын қалай ажыратамыз? Мысалы, желілік маркетинг, біз айтады, біз желілік маркетингпіз, сетевой компаниямыз дейді. Бір жағынан ол пирамида болуы мүмкін. Енді осы екеуінің арасында қалай майдан қыл суырғанда екеуін ажыратып аламыз? Желілік маркетинг ол белгілі бір товар немесе қызметке бекітілген болады. Сол желілік маркетинг Oriflame компаниясын алайық, Mary Kay компаниясын алайық. Сол сияқты көптеген компаниялар бар, олар сенің жаңағы сатып алған, салып жатқан ақшаны ол саған тауар береді. Соған татитын тауар, иә? Соған татитын тауар береді. Ол жақта бат болуы мүмкін, дәрі болуы мүмкін, немесе бір техника болуы мүмкін дегендей. Ал пирамидалар, олар көбінесе криптовалютаны қолдануы мүмкін, құнды қағазды қолдануы мүмкін. Олар нелер көп байланыстырып жасайтын. Мысалы, Мубарак капиталды соңғысын алатын болсақ, ол жақтағы бір инструменттарының бірі олар алды. Тендерға ақша салып айналдырамын дейді. Мысалы, тендермен айналысатын адамның өзі біледі, сен договорды пока жасайсың, сен қызметіңді атқарасың, выполненных акциялерін аласың, ол уақыттың өзі бір 3 ай, 6 ай көлемі уақыт кетіп қалады егер үлкен суммалар болатын болса. Сол үшін адам түсіну керек та, сен 1 айдан кейін уже ақшаны шығарып аласың деп қысқа мерзімді ұсынатын болса, сол кезде ол уже пирамиданың белгісі. Ал желілік маркетинг ол жұмыс жасайтын дүние, ол оған қорқудың қажеті жоқ. Белгілі бір түрде қызмет немесе товар түрі ол мен артында тұратын болса. Енді Әлібек мырза жаңа айтып отыр ғой, желілік маркетинг деп баттар дейді. Мысалы, шетелде бір атышулы желілік маркетингтер болуы мүмкін, әлемге танымал болмаса жаңа баттар болуы мүмкін. Бірақ жаңа өзіңіз де жаңа эфирге дейін айтып жатсыз, ол Қазақстанда басқаша бағытта жұмыс істеуі мүмкін деп, атын жамылу ғой енді, қой түйесін жамылу. Иә, ондай компаниялар бар. Көрші Ресейде де бар, Қытайдан келіп жатқан бар. Мысалға, Қытайдан келген Чатай Тянцин компаниясы, ол негізінде сондай медициналық препараттар, дәрі-дәрмек және баттарды шығаратын компания болып табылады. Алайда Қазақстанға келіп, ол мысалға оның қазіргі уақытта жұмыс жатқан, мүмкін оны франшиза ретінде алып кейін оның атын жамылып, немесе жалпы атын жамылып жасап жатқан, жаңағы қаржы пирамидасы ретінде жасап жатқан азаматтар болуы мүмкін. Қазіргі уақытта осы компания, яғни осы атаулы компания Қазақстан территориясында жұмыс жасап жатқан компанияға қатысты қылмыстық іс тергелуде. Ол туралы бірнеше рет біз ақпарат берген болатынбыз. Яғни жаңағы желілік маркетингпен жаңағы қаржы пирамидасын айтып отырсыз ғой. Демек, желілік маркетингте маман өте дұрыс айтып отыр. Сіз нақты ақшаңызға нақты тауар аласыз. Бұл жерде сіз мысалға қаржы пирамидасына келген кезде ең бастысы және ерекшелігі енді былайша айтқанда тез ақша табу ғой. Және уәде ететін пайыздық мөлшерлеме 300%-ға дейін. Мысалға біздің агенттіктің жалпы осы қысқа ғана болсын тарихында ең үлкен факт бұл уәде етілген 300%. Ал Қазақстан Республикасының ұлттық банкте белгіленген, яғни ақша несие саясаты бойынша комитет белгіленген ставка бар, 16,5%. Содан көп болса, міндетті түрде күдіктену керек. Өйткені екінші деңгейлі банктердің ешқайсысы депозитке ақша салғанның өзінде ондай ставка сізге бермейді. Сонымен қатар, кейде пирамидалардың ұйымдастырушылары кез келген өнімдерді, зергерлік ұйымдар болсын, я болмаса жаңағы медициналық препараттар болсын, тағысын тағын ұсынып, бірақ жиналыстарға, яғни презентацияларға келген кезде бар айтар әңгімесі өзінен кейін бірнеше адамды әкеліп өзіне тіркеу керек деген. Ондай болатын болса, міндетті түрде бұл тағы да бір қаржы пирамидасының бірден бір белгісі. Сондықтан сіз айтып отырған жаңағы қаржы пирамидасының белгілері бар компаниялар баршылық қазіргі уақытта. Мүмкін ол басқа елде нағыз компания. Бірақ Әлібек мырза,
бірақ қазіргі уақытта именно Қазақстан территориясында жасалынып жатқан компания кей кездері өкінішке орай сол компанияның атын жамылып қаржы пирамидасы ретінде жұмыс жасап жатыр. Әлбек мырза, мен мына жерде қосып жіберейін, сіз айтып жатсыз енді тыңдармандар кішкене білімі болсын деген ғой. Соңынан екі адам тірке дегенде, ол мысалы желілік маркетингте да ол жақсы дүние. Ол мысалы сен тауарды сатып алып, айтады, сен ары қарай енді ақша тапқың келсе, сен артынан екі адам тіркесен болады дейді. Ол бинарный система деп аталынады да. Ол жүйе жұмыс жасайды. Ол жерде сіз геометриялық прогресспен көбейеді, иә? Ол жерде сіз айыра алмайсыз, ол желілік маркетинг па или пирамида ма. Желілік маркетингтің жұмыс жасау стратегиясы сондай. Олар мысалы промоушнға, жарнама, телевизордағы жарнамаға, әлеуметтік желідегі жарнамаға ақша құртпайды. Олар сол адамдар бір-біріне рекомендация айту арқылы сарафанный радио дейді ғой енді бұл жағынан, бір жағынан айту арқылы. Иә. Сосын бұл жерден бұл белгісі деп айта алмаймын, өйткені екі адам алып кетті деген. Ал енді осы жерден қалай айырып жүруге болады? Мысалға қалай ажыратамыз? Әлбек мырза айтып отыр, екі адам тіркеу бұл енді желілік маркетингтен бөлек қаржы пирамидасының белгісі дейді. Сіз керісінше айтып отырсыз. Егерде Жәнібек мырза, мүмкін телефон байланысы дұрыс болмай жатқан шығар. Желілік маркетингте егер өзіңізден кейін екі адамды тіркеп келіп, мен тағы да сөзімді қайталап отырмын, арнайы мына медиа тренер мырза үшін, егер де келіп расымен де өз ақшаңызға тауар алатын болсаңыз желілік маркетингте, яғни бұл желілік маркетингті былайша айтып отырмыз ғой. Ал егер де сізге келіп сол тауарды ұсынып, ештеңе алмай, керісінше презентациялардың барлығысында сізге адамды өзіңізден кейін келіп, адамды келтіріңіз, тіркеңіз, бірақ өзіңіз ештеңе алмайтын болсаңыз, Жәнібек мырза енді естіп отырған боларсыз, бұл да бір қаржы пирамидасының белгісі деп ойлаймын. Сондай жаңа сіз сөзіңізде айтып кеттіңіз ғой, мына ұлттық банктың өзінің жаңа ставкасы болады деп, бұл жерде де мысалға олардың белгілеген жаңағы несінен мөлшерлемесінен артық болса, бұл да бір белгі деп айтып кеткен негізі. Иә, енді мына қараңыздаршы, борсық тұрған сайын семіреді дейді ғой. Мына Qnet деген компания біздің де мына қазір қолымыздағы мәліметтерде осы тізімнің бел ортасында жүр. Енді құрылып Қазақстанға келгеніне де бір 15 жылдай болып қалды. Ең ұзақ өмір сүріп жатқан осы қаржылық қанша мәселе көтеріліп айтылып жүр, әлеуметтік желіде де, мына бұқаралық ақпарат құралдарында да. Десек те осы қаржы пирамидасына қатысты оған қосылатын сарбаздардың қатары азайған емес. Неліктен осы мәселені біз түпкілікті шеше алмай отырмыз? Бұл компания ребрендинг жасаған жоқ, атын өзгерткен жоқ. Дәл сол қалай құрылды, солай келе жатыр, жүйесі бәрі бірдей. Осыны неге біз әлі жолын кесе алмай келе жатырмыз, Әлбек мырза? Сіздің ойыңыз, енді сіздер енді айналысып жатырсыздар ғой осы мәселемен, десек те пікір білдіре кетсеңіз. Иә, енді пікір білдіргенде қаржылық мониторинг агенттігінің осы бағыттағы, яғни Qnet компаниясына, Qnet компаниясының қаржы пирамидасының белгілері бар. Бірнеше өңірде қозғалған істер бар. Сол бойынша қазіргі уақытта тергеу жүргізілуде. Бізге шағымданған азаматтардың барлығысының арызы қабылданып, дәл сондай Qnet деп аталатын компанияға өз ақшамды салдым. Өкінішке орай ешқандай пайыздық үстемақы ештеңе алған жоқпын. Бұның бір жаңағы пирамиданың белгісі барау деп келген азаматтардың барлығысының арыздары қабылданып, қазіргі уақытта тергеу жүргізілуде. Тергеу нәтижесі міндетті түрде тағы да хабарланатын болады. Жалпы солай. Енді Бауыржан мырза, өзіңізге тыңдап отырсыз ғой, телефон арқылы? Тыңдап отырмын. Мысалға қараңыз, кейбір әлеуметтік желіде мынандай пікірлерді естіп біліп жатамыз. Мына пәлен деген компания шығыпты, бұл пирамида екен, немесе сетевой маркетинг екен, ойбай жолама деген секілді. Бірақ ол компанияға қатысты бір қылмыстық іс тіркелмеген, ол сотқа дейінгі тергеу жүргізілмеген, немесе сот үкімі шықпаған компания. Десек те осындай бір қаралауды көріп жатамыз. Бұл енді шынымен де заңды жұмыс істейтін компанияның абырой беделіне нұқсан ғой. Біз енді тек қана бәрін қаралап айту емес, ақпен қарасын тең ұстағаннан кейін осы мәселеге де назар аударуды сұраймыз. Жалпы ондай азаматтарға қандай жауапкершілік көзделген заңымызда? Бауыржан мырза, дәл осы сұраққа біз қазір жарнамадан кейін жауап берсек, біз эфирді кезек жарнамаға берсек. Қазақ радиосында жарнама. Пай шіркінай, бұрын мұндай болдымай. КМФ ай сайын 100 смартфон сыйлайды. Толығырақ 7474 номерінен немесе kmf.kz сайтынан біліңіздер. Mercedes-Benz автокөліктері иелерінің назарына.
Тек Blue Star of Қазақстан ресми дилерінде ғана техникалық қызмет көрсетуден өткен кезде түпнұсқа синтетикалық мотор майы супер бағамен 1 литрі 2954 теңгеге. Алматы қаласы Стасов көшесі 102, жазылу 225 64 24 немесе mercedes-benz.com.kz сайтында. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-299. Астана қаласының коды 717-2. Жаңа Қазақстандағы саяси реформалар, халықтың әл-ауқаты мен жүйелі өзгерістер жайлы. Қазақ радиосының әуе толқынында ой түйін ток-шоуы. Арма Қазақ радиосын тыңдап отырған тыңдаушы, біз ой түйін саяси әлеуметтік ток-шоуында қаржы пирамидалары қазақстандықтар нені білуі тиіс деген тақырыпты қозғап отырмыз. Енді Бауыржан мырза, өзіңіз Қостанайдан хабарласып бізге шығып отырсыз. Жалпы сұрақты қайталап өтейін. Заңды түрде жұмыс істеп жатқан желілік маркетинг болсын компаниялар бар, десек те әлеуметтік желі арқылы оларға қара күйе жаққысы келетіндер табылады. Енді оларға қатысты іс қозғалмағаннан кейін оларға қандай жауапкершілік көзделген осындай ақпарат тарататын азаматтарға? Енді ондай компаниялар заңды жүзінде жұмыс істеп жатса, ол компанияның өкілдері ол азаматтарды азаматтық түрде сотқа бере алады. Жала жапқаны үшін. Қандай жауапкершілік қарастырылған деген? Әкімшілік жаза ма бұл жерде? Әкімшілік жаза ғой. Әкімшілік құқық бұзушылық қой бұл жерде, клевета дейді ғой, орысша айтқанда. Басқа қылмыстық құқық бұзушылық жоқ бұл жерде. Енді Әлібек мырза, жалпы мынау қаржы пирамидаларының толық жаңағы оларды тергеп тексеру құзыры берілгеніне де көп болған жоқ сіздерге. Дегенмен жалпы былтырғы жылдың статистикасын сөйлетіп өтсеңіз, қанша осы агенттікпен қаржы пирамида сөз жұмысын тоқтатты? Қазіргі таңда қандай қаржы пирамидалармен күресіп жатсыздар, осыны айтып кетсеңіз. Енді бізде былтыр, яғни 22 жылы агенттіктің қызметкерлерімен 29 қаржы пирамидасы жойылып, жалпы жәбірленушілерге 8,3 миллиард теңгеге залал өтелді. Алайда келтірілген шығын 4,7 миллиард теңгені құрап отыр. Бұл дегеніміз қайтарым 97, шамамен айтсақ 97 есеге артық. Ол қайдан шығып отыр? Ең біріншіден осы компанияларға қатысты қылмыстық іс тергеліп болғаннан кейін сот шешімімен олардың мүлкі барлығы тәркіленіп, сатылып, яғни мүлкі бар, оргтехникасы бар, басқасы бар, кей кезде ғимараттары болуы мүмкін, соның барлығы сатылып, сот үкімімен әрине сатылып, сол ақша жәбірленушілерге қайтарылады. Енді жаңа менің айтып өткенім, қаржы пирамидаларының белгілері бар компаниялар, қазір көбінесе интернетте болғаннан кейін, бізде кибербақылау деген жүйе бар. Кибербақылау жүйесіне біздің агенттіктің ақпараттық жүйелері 24 сағат жұмыс істеп, интернетті мониторингтей отырып, қаржы пирамидасының белгілері бар компаниялардың сілтемелерін біз кейін топтастырып, ақпарат министрлігіндегі кибербақылау жүйесіне жібереміз бұғаттау үшін. Егер де былай қарап отыратын болсақ, биылғы жылдың 1-тоқсанда 4000-нан аса сайттар мен аккаунттар бұғатталуға жіберіліп, бұғатталды. Сонымен қатар, енді былай қазақстандықтар үшін, қарапайым азаматтар үшін қаржы пирамидалардың қандай түрлері болады, не болады деген сияқты әңгімені әрі қарай рұқсат болса өрбітсек. Енді қазіргі уақытта бізде бірнеше осы жалпы республикада жұмыс істейтін бірнеше қаржы пирамидаларының жабық түрлерін қалай ажыратуға болады деген сұраққа келетін болсақ, көбінесе ұзақ мерзімді инвестициялық жобаларға ақша салу. Яғни бұл оның негізгі белгілері, яғни 3 айдан 120 айға дейінгі, яғни кезеңде ірі инвестициялық жобаларға үнемі ақша салып, осылай кепілдік табыс уәдесі, яғни уәде етіп алып отырады. Яғни сондай-ақ туристік жолдамалар, ұтыс ойындар тағы басқа. 3-4 жыл ішінде ай сайын ақша салып отырады азаматтар оған. Компанияның алдыңғы мүшелері, кейінгі мүшелердің есебін, кейінгі түскен азаматтардың есебінен солардың байып отырады. Екінші бір түрі бұл жаңағы
көп белең алып отырған тұтынушы кооперативтері. Азаматтар келіп өзінің бастапқы жарнасын салады да, одан кейін 10% болсын, қысқа уақыттың ішінде пәтер аласыздар, немесе машина сатып аласыздар деген сияқты уәдемен өз ақшасынан сөйтіп айырылып жататындар бар. Мен қысқа ғана айтып өтейін. Үшінші, бұл микроқаржы ұйымдары және ломбардтардың атымен жұмыс істейтін жобалар. Бұл енді түсінікті. Төртінші, бұл түрлі эксклюзивті клубтарға мүшелік. Оның ішінде круиздер, ваучерлер, бизнес құру, ілгерілету, маркетинг, копирайтинг, тағы да басқа. Яғни бұл жерде осы қатысушы бағдарламаға байланысты, яғни түрлі бағдарламалар болады, 1 жылдан 3 жылға дейін, 5 жылдан 10 жылға дейінгі аралықта. Міне солай белгілі бір мерзім ішінде басқа қатысушыларды тарту керек, және өзінің кіру жарнасын төлеу керек. Және тағы бір, және ең көп таралған бұл қаржы пирамидалары бұл WhatsApp пен Telegram мессенджерлері арқылы топтастырылып, 30 адамнан қорап жасап, яғни коробка жасап, адамдар тартып отырады. Оның сала отырған ақшасы 500 теңгеден 5000 теңгеге дейінгі ғана аралықта, алайда сөйтіп адамдар өз ақшасынан айырылып жатады. Демек, WhatsApp-қа жинап, черная касса дейді, басқа дейді, мысалға Астанада раушан касса айналымы деп аталатын WhatsApp арқылы ақшасын жинап, кейін сол ақшаны айналдырып, кейін жабылып қалған жағдайлар болды. Бұндай фактор келіп, сот үкімі оған шыққан болатын. Неке түрлері осында, бұл енді Бұлай қарасаң 500 теңге қайда кетпей жатыр деп салып жібереміз ғой. Әлбек мырза, жалпы мынау өткенде ғана Алматыда шулады ғой, жақында ғана енді сот үкімі шықты, мына Мудара Капитал. Енді бұны жаңағы ішкі істер органдары ғой, негізгі жаңағы тергеп тексерген, басында тұрған азаматтарға сот үкімі шықты. Десек те, қаржы пирамидаларының басым бөлігі мынау шетелде құрылады. Қазақстаннан франшизасы ашылмайды, бірақ біздің азаматтар оларға ақша сап жібереді. Бұл процесті зерттеу, тексеру, тергеу қаншалықты қиын? Әрине, шетелде болғаннан кейін қиыншылықтар болып жатады. Алайда бұл компанияның ұйымдастырушысы жалпы шетелде екенін білгеннен кейін, оны анықтап жауапқа тарту үшін бар шаралар қолданылып жатады. Оның ішінде Интерполдың да көмегі бар. Яғни Интерпол арқылы іздеуге салынып, табылып, одан кеп алып бар бұл кісілер жауапқа тартылады. Практикада бар ма осындай сіздерде? Біздің агенттіктің практикасында бұндай бар. Яғни қазіргі уақытта қателеспесем 8 адам Интерпол желісі бойынша іздеуде, және бір адам Батыс Еуропа елдерінің бірінен табылып жауапқа тартылды. Бұл енді қалай болғанда да Қазақстан заңы бойынша жазаланады ғой. Әлбетте. Енді қараңыздаршы, мен мынандай бір мәселелерге ой жүгіртіп отырмын. Жалпы осы қаржылық пирамидаға адамды тартқан кезде көбінесе біздің қоғамда, мына қазақ елінде мынандай мәселелерге адамдар алданатын секілді. Мысалға, мен әлеке сізді шақырам қаржылық пирамида, бірақ оны пирамида екенін айтпаймын. Осындай керемет круизге барасыз, немесе 5 жыл ішінде клубқа мүше боласыз, сол жақта бір демалып келесіз деймін. Сіз оны өзіңіз ұнатпайсыз, бірақ менің көңіліме қарай сол барып танысуға барасыз. Біріншісі көңілге қараймыз, екіншісі қой ұят қой дейміз. Араласып жүрген жігіт, бармасам ұят қой, бір қашқандай болмайын, мен ешкім сүйреп апарып қосып жатқан жоқ қой дейміз. Екіншісі ұят қой дейміз. Үшіншісі барып танысып көрейін, нем кетіп жатыр, мұрнымды кесіп алама, екі аяқ, екі қолымды байлап кіргізіп жатқан жоқ қой дейміз. Осындай бір елеусіз үш қателік адамның психологиясына деген олардың жақсы әсерлер, әдістері арқылы сен сол пирамидаға қалай кіріп кеткеніңді білмей қаласың. Рас қой? Енді бұл біздің тыңдармандарға бір біле жүрсін деген оймен айтып жатырмын. Одан кейін бізге сол презентацияда таныстырған қаржылық пирамиданың өкілі, мысалға бір ашық бөлмеде ешқандай жиһаз жоқ, жарық бөлме, тек қана үстел, орындық таныстырып көрсетеді, мүмкіндіктері осы дейді. Бізге тек бір айсбергтің бір төбесі ғана көрінеді. Оның астында қаншама мұз жатыр, оны біз білмейміз. Тек соған жарнамызын төлеп кіргеннен кейін ғана бізге сен енді осы топтың мүшесісің, сен енді өзің салған ақшаңды қайтару үшін сен екі адамды немесе тағы да басқадай адамдарға осылай шақыр, біз өзіміз түсіндіріп береміз. Сенде әлі тәжірибе жоқ. Одан кейін біз саған соны екі адамды саған тіркеп береміз. Сен шақырып берсең болды деп алдайды. Міне сен бұл жерде сенде екі таңдау тұрады. Біріншісі, сен мен өзім алданған екем, мен басқаларды алдамаймын. Бұл болмайды, менің принципіме келмейді деп бас тартуың мүмкін. Немесе сен салған қомақты ақшаны шығару үшін сол топқа мүше болып, сен де адамдарды алдай бастайсың. Солардың әдіс тәсілдерін үйретеді, сол арқылы кетесің, бұл бар. Одан кейін, мысалға, жаңа әріптесім Азизекең айтып жатыр, мысалға басында жақсы ақша көтереді, жақсы ақша табады.
мысалға миллион салдым, маған 2 айдан кейін 3 айдан кейін инвестициялық табыс түсті. Рас қой дейді, айналасы ағайын туыс дос жаранға айтады, таныстарына айтады. Сөйтіп бірнеше адам кіріп, бұл енді бір үлкен масса болған кезде кенеттен жабылып қалады. Бұның дерегін таба алмай қаласың. Міне осындай жағдайларда біздің қазір тыңдап отырған тыңдармандарымыз кездесіп жатқан шығар. Енді бізде қазір телефон арнасы бос емес болғаннан кейін мүмкін тыңдарманның кері байланысы жоқ. Сондықтан осы мәселелерге назар аударуларыңызды сұраймын. Сіздердің әскердің қатарына қосылатын дайын Сарбаз, қолымды екі қолымды көтеріп отырмын. Иә, қош көрдік, рахмет көп. Бір ой айтып кетейін. Жәнібек мырза, айтыңыз. Қазақта психологиясында кезінде мал баққан өмір ғой. Мысалы қойды алды, көктемде туады ғой, например. Қозы, төл дейді. Иә, аға, күздің сол кезде туады енді. Сондай краткосрочный инвестиция үйреніп қаламыз да, ұзаққа шыдамаймыз да. Кейбір инструменттер бар, инвестиция салсаң, 1 жылдан кейін 5-10 жылдан кейін нәтиже береді ғой жалпы инвестиция негізі. Иә, нәтиже береді. Сол біздің бір кішкене психология қалып болған сияқты сол кішкентай. Бірақ енді көрерменге тыңдарманға айтарым, ол заман өтті, қазір кішкене ұзақ мерзімді стратегиялық тұрғыдан ойлансақ, сол кезде кішкене анау жадный екінші планға кетіп, инвестицияларымыз қайтады деп ойлаймын. Ал егерде жаңағы жылтырағанға қызықпай, жақын арада ақша көтеремін деген ол жай әңгіме. Рахмет Жәнібек мырза. Мынау хабарымызға қатысып пікір білдіріп жатырсыз. Жалпы сіз жаңа айтып өттіңіз, неге қаржы пирамидаларына азаматтар көбірек қызығады? Өйткені бізде мынау құнды қағаздар, облигациялар, соған қатысты мынау брокерлік деп жатырмыз шетелдерде. Ондай бізде жоқ тетіктер деп жатырсыз. Бірақ келіп те жатыр ғой, өзіңіз айтып отырсыз. Келгенмен де бізде міне біз сол келген жаңа толқын біз деп алдайтын тағы да жаңа қаржылық алаяқтар бар ғой. Оған да алданып қалмау керек. Біз мысалға инвестиция сала ғой, біз осындай банктен біз деп алдап қалатындар да бар. Одан да сақ болу керек. Енді біздің хабарымызда өзінің межесіне жақындаған секілді. Иә, көп нәрсені айттық, десек те тыңдарманның патша көңілі қаншалықты қабылдайды, соншалықты алданбай жүреді. Енді қорытсақ осы сөзімізді. Бір ауыз спикерлерге сөз берейік. Әлеке, өзіңіз. Рахмет. Негізінде қазақстандықтарға өз ақшасын инвестициялаған кезінде міндетті түрде бұл компания туралы барлық ақпаратты толыққанды жинастырып барып алуларыңызды сұраймыз. Ол не дегеніміз? Компанияның атын біліп, оның жалпы барлық мәліметтерін біліп, бейні болсын, басқасы болсын, сол арқылы қаржылық нарықты реттеу және дамыту агенттігінің реестрінде бар ма? Бұл компанияның осы агенттіктің берген, яғни азаматтардан қаржы тартуға лицензиясы бар ма, жоқ па, соны тексеру керек. Ақша салған кезде келісім шарт, барлық чектер, барлығысын мұқият қарап, тексеріп қана барып салуларыңызды сұраймыз. Қазір интернеттің ғаламтордың дамыған заманда кез келген компания туралы қандай да бір пікір немесе ақпарат жинауға болады. Сондықтан жоғарыда айтып өткен барлық белгілерді есте сақтап, өз ақшаларыңызды салған кезде алаяқтардың арбауына түспей, мұқият болуларыңызды сұраймыз. Енді осының қаржылық пирамида емес екенін анықтау үшін бірыңғай желілеріңіз бар ма? Тыңдаушылар біле жүрсін, хабарласатын. Қаржылық нарықты реттеу және дамыту агенттігінің сайтындағы реестр, қаржылық мониторинг агенттігінің сайтындағы қаржы пирамидаларының тізімі ол тұрақты түрде жаңарып отырады, және телеграм-бот, байқа пирамида деп аталатын телеграм мессенджеріндегі бот. Осы үш түрлі. Сонымен қатар агенттіктің кол орталығы бар, 1458. 1458. Бұл да бір есте сақтайтын телефон нөмір екен. Жәнібек мырза, ойыңызды жинақтап бір түйін айтсаңыз. Жәнібек мырза, байланыстасыз ба? Бауыржан мырза, бүгінгі хабарға, бүгінгі хабардың түйіні. Бір нәрсе бар, біз енді қылмыстық істі тергеп күнделікті азаматтармен қарым-қатынаста жүрген кезде, қаржы пирамидасына қатысты адамдардың, например, жәбірленушілердің мысалы 70% әдейі қатысады. Біз сұраймыз ғой бұл жерден, неге біле отырып, неге ақша салдыңыз деп. Сонда ол кісілердің айтатыны 70%. Біз әдейі қатыстық, ақшамызды тездетіп көбейтіп алу үшін білдік пирамида екен. Басында ашылған компанияларға көп салады. Басында көтеріп аламыз дейді ғой ақшаны, иә. Тезірек ақша алу. Бір-екі күнде ақшамды көбейтіп алу. Осылай ұрынып қалады осындай жағдай. Бірақ ол өзі білмеуі мүмкін де, қай жерде тұрған сол пирамиданың басында тұр ма, ортасында ма, немесе жабылайын деп қалды ма? Сол басында тұрмын деп ойлап,
салып жүреді ақшалар 70%. Біле тұра пирамида бұл екен. енді бір ақымақтықтың бір жаңа түрі шығар. Бауыржан мырза, рахмет ой түйініңізге. Енді Жәнібек мырза, сіз байланысқа қосылған болсаңыз, бүгінгі хабардың түйінін айтсаңыз. Жалпы бір тілекпен басталып келіп тұр, күніміз шуақты, экономикамыз тұрақты болсын бірінші кезекте. Екінші кезекте жаңа келінім сен айтам, қызым сен тыңдай дей ма, енді жаңа айтып отыр ғой, реестрдан қараңдар деп, мысалы кезіндегі Мубарак Капиталда басқа компанияларда реестрде заң жүзінде тіркелген болатын. Бірақ кейін ол пирамида болып шықты, сол жағын, заң жағын қатаңдату, тіркеу процесін заңдық түрде, құжат түрінде дұрыстайтын болса, бәрі дұрыс болар деп ойлаймын. Екінші кезекте мысалы бізде әлеуметтік желілер арқылы жарнаманы жасайды ол көбінесе. Сол жағынан жаңа мониторинг жасайтын біздің азаматтарымыз қазір көптеген нейросеттер бар, кез келген адамды телефон номері арқылы, IP адресі арқылы тауып алады. Сол сияқты шығатын жарнаманы фильтрдан өткізетін болса, мысалы қаржылыққа немесе пирамидалыққа байланысты критерияларға келетін проценттік соотношение жасайтын мемлекет тарапынан сондай бір бұғаттау болатын болса, сондай жарнамалар көрсетілмеуге сол кезде дұрыс болады деп ойлаймын. Мәріліне 2-3 қабаттап сүзгіден өткізу керек дейсіз ғой. Бұл жерде тіркеуге қатысты Әлібек мырза, мысалға Әділет министрлігі ғой негізінен тіркейтін, заңды тұлғалар, жеке тұлғалар. Сол кезде олар сіздермен бір байланыс жасау керек секілді бұл жерде жұмыста. Сол кезде жаңа тіркеліп алып, кейін ол пирамида екен деген секілді халықтың бір екіұдай пікірде қалмайды да, сол жағын бір ескерсеңіздер. Рахмет Жәнібек мырза. Енді мынау енді пирамидалардың құпиясы, сонау Египеттегі пирамидалардың құпиясы әлі ашылған жоқ қой. Сол секілді мынау қаржы пирамидаларының да құпиясы, қулық сұмдығы әлі ашылмай келе жатыр 21 ғасыр технологиясының өзінде. Сондықтан сақ болайық, әлі түрлі пирамидалар шығар. Дегенмен де сақтық, сауаттылық, мынау арзан дүниеге, батпан құйрыққа сеніп қалмаңыздар. Біздің айтарымыз осы. Бүгінгі әңгімеміздің түйіні де осы. Ел аман, жұрт тыныш болсын.